Джо Диспенза 66 күнде кедейліктен арылы. 7-9 аптаға келдік біз. 43-66 күндердің арасы. 40 күнге жетті, терпениң жетті. 40 күн толық медитация жасап келатсың. 40 күн жалғастырып келе жатсың. Сен үшін не ашылады? Финальная зона ашылады. Қорытынды кезең. Жаңа сен болу үшін, енді ол күшті талап етпейді. Жаңа сен уже, ол реально уже сен сол адамсың, сол адамға айналдың. Байлық сенің табиғи бір бөлшегіңе айналды. Сен уже оны молшылықты сұрамайсың, медитацияда отырып молшылықты, изобилияны, сол өмірді сұрамайсың. Сен уже сол әлемде өмір сүріп жатсың да, уже молшылықта өмір сүріп жатқан адамға айналдың. Квантты алаң кең ауқымда саған уже жауап бере бастайды. Квантты әлем уже сен үшін кең ауқымда жауап бере бастайды. Диспенза айтады, ақыл мен сезімнің біріккен кезі ми мен дененің толық тербелісте болған сәті дейді да. Яғни Джо Диспенза 66 күнде кедейліктен арылы. Яғни сіздің уже сіз медитация жасап сонша күн денеңіз үйренді, сіздің ақылыңыз да, миыңыз да, денеңіз да бір тербелісте болып жатыр. Ол бір тербелісте болып жатқан кезде не болады? Вселенная, яғни ғалам сізге солай жауап беруге міндетті болады. Уже сол адамға айналдыңыз деген сөзсіз. Уже осы күндерден бастап медитация жасау уақыты азаяды, 15 минутқа азаяды, бірақтан да өте қатты тереңдейді. Уже ол жеңіл-желпі медитация емес, бұл жерде сіз уже өзіңізді нақтылайтын жеріңіз болып табылады медитация сіз үшін. Және де осы күндерде жасайтын практикаңыз, күні бойы сезімге сеніңіз да, кездейсоқтыққа сеніңіз. Мысалға ол не десеңіз, синхронды сезімдер, бір адамды ойлап келе жатсаңыз, ол сізге звондап қалуы мүмкін, көптен бері күткен сұрағыңыздың жауабын бір жерден кездестіріп қалуыңыз мүмкін, көптен бері іздеп жүрген адамыңыз сіздің алдыңыздан шығып қалуы мүмкін. Вот синхронды сәттер, осындай сәттер сіздің өміріңізде орын ала бастайды, және ол норма деп санаңыз, соған еріңіз сіз. Сол сезімдердің артында еріңіз, тоқтатпаңыз өзіңізді. Одан кейін нелогически ойланбаған поступктарға өзіңізге жасауға жол беріңіз, өзіңізге рұқсат беріңіз. Яғни сол жерде болатқан процестерге сене бастаңыз да, сеніңіз. Содан кейін сіздің өміріңізге не келеді десеңіз, өміріңіз ғажаптарға тола бастайды. Сіз ол ғажаптарға таңғалмайсыз, келіп жатқан ақшаға да таңғалмайсыз, сол сезімге де таңғалмайсыз. Өйткені сіз уже соны білесіз, как будто сіздің өміріңізде солай болу шарт, міндетті сияқты қабылдайсыз да, уже оны ғажап деп қабылдамайсыз. Ақша оңай келе бастайды, адамдар сізге өздері тартыла бастайды, және де ең кереметі, сен ақшаны қол жетпейтін арман сияқты қаламайсыз, уже сіз оны күтесіз, сіз білесіз, ақшаның сізге оңай келетініне жалғасы бар. Осылай переводтап жатырмын, уақыт жетпей жатыр. Бір видеоға салу мүмкін емес, сау болыңыздар.